Ресейге қарсы 21 санкциялар пакеті аясында Ресейдің ұзақ қашықтыққа ұшатын дрондарды өндіруге қатысы бар 50-ден астам әскери өнеркәсіптік кәсіпорын мен тұлғаға шектеу қойылды. Пакетке Гарпия ұзақ қашықтыққа ұшатын дрондарды өндіру және жеткізу желісіне бағытталған 30-дан астам шектеу кіреді. Өйткені Украина алыс қашықтыққа соққы жасайтын дрон шабуылдарынан үлкен қысымға ұшырап отыр деп хабарлады Еуропа одағының жоғарғы лауазымды шенеунігі. Оның ішіне алыс қашықтықтағы қаруды орналастыруға қажетті жауынгерлік бөліктерді, зымыран үдеткіштерін, катапульталарды және басқа да бөлшектерді шығаратын компаниялар енгізілген. Сондай-ақ санкциялар пакеті Сталинг жерсеріктік жүйесінің ресейлік бәсекелесі Рассвет жобасында нысанға алды. Ресейлік бюро 1440 аэроғарыш компаниясы шығаратын Рассвет төмен орбиталық жерсеріктік жүйесі ресейліктерді жоғарғы жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етуді мақсат етеді. Осы жерсеріктердің 16-сы алғаш рет 2026 жылдың наурызында орбитаға ұшырылды. Мақсат 2027 жылы орбитаға жерсерік санын 250-ге, ал 2035 жылға қарай 900-ге жеткізу. Бұл шара Ресейдің майдандағы мүмкіндіктерін әлсіретуі мүмкін. Өйткені Мәскеудің ақпан айында Сталинг жүйесіне қолжетімділіктен айырылуы, оның ұрыс алаңындағы әрекеттеріне орасан зор кері әсерін тигізді.